Сәлеметсіздер. Бүгін өздеріңізге қоректік жетіспеуден болатын қаназдық пенен темір жетіспеуден болатын қаназдықтың белгілері туралы тоқталамыз. Енді қаназдық қан жасауға қажетті шикізаттардың жетіспеуінен туындайтын созылмалы сырқат. Клиникалық тәжірибелерде қоректік жетіспеуден болатын қаназдықтың екі түрі болады. Мұның біріншісі темір жетіспеуден болатын қаназдық, екіншісі ірі балдырған клетка сипатты қаназдық деп аталады. Осының ішінде ең көп кезігетін осы темір жетіспеуден болатын қаназдық. Яғни былайша айтқанда бұл күнделікті тұрмыс әдет сипатты қаназдық. Өйткені біздің ұлтымызда осы жалаң азықтану, тамақтың түрінің аз болуы, шай ішу қатарлы көптеген тұрмыстық мәселелерден осы ауру көп туындайды. Сонымен бірге мұнда темір элементінің сіңірілуі жеткіліксіз болғанда, оның кедергі ұшырауы салдарынан кейбір ұзақ уақыт қан жоғалту жайттері пайда болуы мүмкін. Ал енді осы темір жетіспеуден болатын қаназдықтың белгілері мынандай болады. Мұнда жалпы әлсіздік белгілері болады адамда. Яғни науқастың өңі қуарады, басы айланады, дәрменсізденеді, жүрегі қобалжиды, кеудесі қысылады деген секілді. Әсіресе бірер жұмыс істеп, әрекет жасағаннан кейін жүрегі қысып, көкірегі қысып, жайсыздан белгілер туылады. Кейде зейін жерде шоғырланбайтын, ұйқысыздық, ұмытшақтық болатын жағдайлар, әсіресе балаларда ақыл ой жетілуі тежеуге ұшырайтын жайттар болады. Ал енді ауыр дәрежеде дене қуатында айқын төмендеу белгілері болады, ауыр белгілер болғанда. Мәселен, тез жүрген кезде, баспалдаққа шыққан кездерде қол аяғы дәрменсізденіп ұйып, амалсыздан дем алуға, тынығуға мәжбүр болатын жағдайлар. Енді жүйке жүйесінде мына көңіл күй өзгерістерінде де бұл айқын белгіленеді. Яғни мазасызданады, ашушаң болады, зейін шоғырланбайды, құлақ шыңылдау, жүрек соғуы жиілеу, тыныс тарылу деген секілді. Ауыз қуысы және тілде де өзгерістер болады. Мәселен, ауыз қуысының қабынуы, тілдің қабынуы, тілдің емізікшесінің солуы, езуі тілінуі деген секілді көптеген жайттар болады. Кейбіреулер болады, аузым іші ойылып кетті, андай болды, мындай болды деп жатады. Осының барлығы да осы қоректік жетіспеу сипатты қаназдық туындатып отырған мәселелердің біреуі. Сосын шаш пен тырнақта да айқын өзгерістер болады. Яғни шаш құрғайды, шаш сұйылады, шаш түседі, тырнақ өзінің жылтырлығын жоғалтады, жұқарады, морттанып сынады. Кейде өздігінен тырнақ жарылып кететін, салмақты жағдай болған кезде тырнақ қабатталып, ортасы қуыстанып, қасық тәрізді тырнақ пайда болатын жағдайлар. Мұндай жағдайларда суға салған кезде тырнақ өздігінен жұмсарып, жұмсақ тырнақ болып қалады. Оның кейін мынау жұтыну қиындасатын жағдайлар болады. Бұл енді қаназдықтың асқынған түрі деген сөз. Мәселен, мұны кейде өңеште үстеу пайда болды деп қате түсініп жататын жағдайларда кезігуі мүмкін. Онан басқа кейбір қалыпсыз тамақтану әдеттері де қалыптаса бастайды. Кей адамдарда мәселен керіштерді жеп жатады. Кейбіреулер ашты бір нәрсені жегісі келіп, соны аңсап тағы бір түрдегі тамақты жегісі келетін деген секілді жайттар пайда болуы мүмкін. Екінші түрі қоректік жетіспеуден болатын қаназдық. Қоректік жетіспеуден болатын қаназдықта қан жасауға қажетті заттардың, яғни шикізаттардың кемдігі болады. Оның өзі тағы екі түрге бөлінеді. Яғни бұнда темір жетіспеуден болатын қаназдық болады. Бұның белгілерінде өңі қуарады. Мәселен, ойбайымнан өңі қу екен, бұрын өте жаман қылып сөйледі деп жататын, ашпис секілді деген секілді. Енді осындай адамдарда бас айлану, дәрменсіздену, жүрегі қобалжу, көзі қарауыту, құлағы шыңылдау, шашы құрғау, тырнағы жұқару, морттану, жоғарыда айтқан секілді қасық тырнақ пайда болу, тәбетсіздік, тамаққа тәбет төмендеу жайттері болады. Екінші жағынан мұнда ірі балдырған клетка сипатты қаназдық пайда болады. Мұнда жабылғанда денедегі мынау жапырақ қышқылы менен витамин B12-нің кемдігінен туындайтын жағдай болады. Мұндай қаназдықтың белгілерінде әдетте жоғарыдағы айтқан белгілерден тысқары тәбеті тарттау, тілдің емізіксіз солуы, дәм сезімінің жойылуы, тілдің майдалануы, тілдің қабынуы секілді бір мәселелер жарыққа шығуы мүмкін. Енді осындай жағдайларда біз күтіну әдісі арқылы және дәрілік емдеу әдістерін қоса істегенде қан азық мәселесінен құтылуға болады. Көп адамдардың үміті дәріде болады дағы, дәріні ішіп ең соңында қан толмай қалатын жағдайлар бар. Сондықтан жалаң дәрі ішумен айланыспай, қоректік жақта мәселен қан толықтайтын азықтықтарды мәселен бұл екі түрге бөлінеді. Хайуанат текті азықтықтар, мәселен малдың бауыры, еті деген секілді. Және көкөніс, жеміс жидек, азық-түлік түріндегі қоректік жетіспеуден болатын осы қаназдық толықтауда осындай әдістерді қолдану керек. Сонымен бірге дәрумен толықтау. Мейлі ол темір жетіспеуден болатын қаназдық немесе қоректік жетіспеу салдарынан болатын қаназдық болсын, барлығында да адамның мынау жүйелеріне әсер етеді. Сондықтан ерте байқау, дер кезінде емделу, қосымша кейбір аурулардың асқынуынан сақтану керек. Мәселен, кейбіреулерге қан жетіспеуден талма пайда болып қалатын, қан жетіспеу салдарынан нервтің әлсіреуінен адамның рухани көңіл күйі бұзылып, қорқақтық, шошыну, үрейлену секілді кейбір сырқаттық белгілер пайда болатын жайттер. Әсіресе балаларда шошыну жағдайлары. Онан кейін мына босанғаннан кейінгі әйелдерде де осындай жайттер үнемі кезігеді. Сондықтан мұндай сырқаттарды уақытында байқап, уақытында алдын алған дұрыс. Сау саламатта болыңыздар, ауырып сырқамаңыздар.